Асылайын дейді. Например, машинада утечка тоқ болса, машинада аккумулятор біраз тұрып қалса, иісті аккумуляторларыңыз өліп қалса, например, машиналарыңыз тоқ сорып тұрса, қалай тексереміз? Обычный мультиметрді аламыз, 10 амперге қоямыз, каналды көрдіңіздер ме? Массада қалады. Мына ортада плюсовой каналды 10 амперге жалғаймыз, көрдіңіздер ме? Аккумулятордың минусымен де тексеруге болады, плюсымен де тексеруге болады. Міне көрдіңіздер ме, қалай жалғанды? И бізде машина вот не 0,22 ампер тоқ сорып тұр қазір машинада. Машинаны біраз қоясыздар жалғанғаннан кейін, пока ебу успокоить етіледі, сол кезде нара азаяды. А бізде азайғаны осы міне. Мынау кәдімгідей тоқ сорып тұр. Ал бізге рұқсат берілетіні 0,07-ге дейін рұқсат беріледі. Даже кейбір машиналарда ол да көп. 0,04 болады, ең минималқысы. Осылай қойып аламыз. Потом предохранительдерді жеке-жеке суырамыз. Сол кезде мынау азаяды. И соны устранить етеміз. Например, бізде мынарда салонның ощущениесінен болып тұр. Мына предохранительден болып тұр. Қараңыздар. Қазір 0,22 сорып тұр ғой. Мынанға суырам. 0,02 дейін түсті, көрдіңіздер ме? Міне причинасы осы. И осыдан кеткен тоқты датчик қуалайсыздар. Ол қай жерге барады, қай жерден замкание болып тұр, или лампочкасы қосылып тұр ма, кнопкасы замкание болып тұр ма, соны устранить етесіздер. И машина тоқ сорған қояды тектер. Осылай тексереміз.